Сәлем достар, бүгін сіздерге керемет D3-мен таныстырамын. Бұл осындай супер соус деген фирманікі. Менің D3 показателімді жарты жылдың ішінде 100-ге дейін көтерген ең жалғыз деп айтсам болады. Осындай күйінде болады. Жегенде дәмі өте дәмді, анаферонның дәміне ұқсайды. Бұл деген ауызға салғанда бірден еріп кететін D3 түрі болып есептелінеді. Бұл өте ауыратын адамдарға әсіресе өте жағымды болады. Себебі өте ауыратын адамдар, олар дұрыс сіңбейді май күйінде D3 ішеді ғой мысалы, бірақ олар дұрыс сіңбейді организмге. Сол себептен D3 дұрыс өспейді да. Көбі байқаған болар. Мен сізге қазір анализдердің өзім результаттарын көрсетемін. Сол жерде өзіңіз көріп тұрғандай түсінесіз. Мысалы, мына екі результаттарды салыстырып қарасаңыз, показательдердің өскенін байқауға болады. Мысалы, мынау бірінші 25.03.2022 жылы тапсырылған D3-ге анализ. Бұл жерде 34 болып көрсетіп тұр екен. Ал екінші беттегі результат, мысалы, бұл 15.02.2023 жылы тапсырылған. Бұл жерде D3 көрсеткіші 104 болып көрсетіп тұр. Яғни сіз көріп тұрғандай, бұл максимальный показатель болып есептелінеді. Одан ары қарай іше берген дұрыс емес, себебі ол бауырға салмақ түсіріп бастайды. Мен бұл результатқа жету үшін 2 курс іштім 1 жылдың ішінде. Осындай D3-дің. Менің дұрыс жасамаған жерім ол осы аралықта анализ тапсырмаған екенмін. Сондықтан да сіздерге айтарым, ол каждый курстан кейін негізі тексеріп тұру қажет. Сіз ферритин, D3, омега кез келген зат ішсеңізде, оны қайта тексеріп тұрғаныңыз дұрыс болады анализден. Сол кезде сіз қайсы препарат сізге жағатынын білесіз да, қайсы препарат сізге сіңімді екенін білесіз. Мына отзывты қарасақ, бұл кісі 2017 жылы 7-7 болған екен, D3 дәруменінің показателі. Содан кейін майға ерітілген D3 ішкен екен, бірақ асқазан ауырған екен. Соның кесірінен дұрыс көтерілмеген болар. Одан кейін тапсырғанда 23-8 болған екен. Ал келесі результат уже осы дәруменді ішкеннен кейін 73-ге дейін көтерілген екен, 7 айдың ішінде. Қазір мына жерде көрсетемін осы кісінің анализдерін. Міне мұқият қарасаңыздар, барлығы анық көрсетіліп тұр. Датасына мән беріңіздер. 2020 жыл және 2021 жыл аралығында 23-тен 73-ге дейін көтерілген екен. Сіз бұндай результатқа майға ерітілген D3-мен жетуіңіз екіталай. Себебі көбіміздің асқазанымыз ауырады, немесе өтіміз дұрыс жүрмейді. Соның кесірінен май дұрыс сіңбейді. Дәруменнің бүгінгі күнгі бағасы 3,5 мың теңге тұрады. 1000-дық доза, 5000-дық доза 6,5 теңге, 10.000-дық доза бар, 9890 теңге екен. Сайттағы бағасы. Және бұның ыңғайлы жері, бұл дәруменді 1 жастан асқан балдарға беруге болады. Ең бастысы, олардың шайнайтын тісі болса болды. Оны аузына салғаннан ол негізі бірден еріп кетеді, өте ерігіш, сондай жұмсақ, әрі дәмді, дәмі ондай ащы, ешқандай дәмі жоқ. Яғни бұл дәруменнің главный фишкасы, ол ауызға салғанда ауызда еріп, организмге бірден сіңіп кету қажет. Осымен қыздар, обзорымыздың соңына жеттік. Егер де сізге скидка қажет болса, AJB0906 промокодын жазсаңыз, сізге 5% скидка береді. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер, бірге талқылайық.